Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Балқыз. Бүгінгі видеода біз Whoopie Pie тортын дайындайтын боламыз. Тортымыз өте дәмді болатынына және сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен сары май мен шоколадымызды бірге қосып ертіп аламыз. Водяной баняда немесе микроволновкада ертіп алсаңыздар да болады. Торттың құрамына қосылатын заттарды әдеттегідей астына описанияға жазып қалдырып кететін боламын. Сол жерден көре аласыздар. Сосын ыдысымызға жұмыртқаны жарып салып, үстіне қант қосып, аппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлейміз. Торттың қоржынына қосылатын заттардың бәрі бөлме температурасында жылы болуы керек. Сосын жаңа ертіп алған шоколадымызды қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Еріткен шоколадымызды ыстықтай қосуға болмайды, міндетті түрде суытып алып барып қосу керек. Құрғақ қоспаларды бөлек ыдысқа бірге араластырып аламыз. Сосын құрғақ қоспаларымызды екі бөліп салып, тағы да жақсылап миксермен араластырып аламыз. Тестомыздың консистенциясы осындай болып шығады. Қатты сұйық болмауы керек, осындай қоюлау консистенцияда болуы керек. Енді осылай пергамент қағаздарымызды қырқып, сызып, дайындап аламыз. Барынша тегіс, жектерін түзу етіп жаюға тырысамыз. Егер қождарымыз бірдей түзу болып шықса, тортымызды жинағанға оңай болады және тортымыз түзу әрі әдемі болып шығатын болады.
Корждарымызды қызып тұрған пеште 200 градуста 5-7 минуттан пісіріп аламыз. Бірақ әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін қарап тұрып пісіріп алғандарыңыз дұрыс болады. Енді ганашымызды дайындаймыз. Шоколадымызға кішкене сары май қосып, водяной баняда немесе микроволновкада ертіп дайындап аламыз. Сосын кремін дайындаймыз. Алдымен салқын сливкимізді миксерлеп бастаймыз. Сосын үстіне қант ұнтағын қосып, тағы да миксерлейміз. Сосын үстіне маскарпоне мен творожный сырымызды қосып салып, тағы да жақсылап миксермен араластырып аламыз. Мінекей біздің креміміз осындай өзінің формасын ұстап тұратындай қатты қою болуы керек. Осындай упи-пайға арналған насадканы қолданатын боламыз. Осылай видеода көріп отырғандарыңыздай кремін жиектерінен бастап, шарик тәрізді етіп сығып шығатын боламыз. Кремі коржына жақсы сіңу үшін осылай жұқалап соңғы коржға бетіне жағып шығамыз. Сосын алдын ала дайындап алған ганашымызды бетіне құйып тортымызды әсемдеп шығамыз. Мінекей осымен біздің упи-пай тортымыз дайын. Өте дәмді әрі әдемі болып шықты. Дәмі тіл үйіретін дәмді тортты сіздерде туған күн мерекелерде дайындап көріп, отбасыларыңызды қуантып қойыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.